Сәлем достар, сіздермен Айшарқын. Бүгін біз сіздермен өте керемет, оңай жасалатын, үй жағдайында жасауға болатын сүтті қыз тортының рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Ең әуелі жұмыртқамызды аламыз. Оған бір банка сгущенкамызды салып, оған алдын ала ертіп дайындап қойған сары майымызды қосып, жақсылап миксерлейміз. Одан кейін құрғақ массаларымызды араластырамыз. Ұнымызға разрыхлителімізді алдын ала араластырып алып, ұнымыздың барлық мөлшерін бірден саламыз. Бөліп салудың қажеті жоқ. Сосын тағы да жақсылап миксерлеп араластырамыз. Бізде қатты сұйық емес, қою емес, осындай масса пайда болады. Енді осыны пергамент қағазымызға орналастырамыз. Мен 24-тік форманы сызып алдым. Әр формаға, әр фольгаға 2-3 қасықтан, ас қасықтан салып, осылай жұқа қылып жайып шығасыздар. 6 корж шығады. Міне осылай салып аламыз. 170-180 градуста 10-15 минутта піседі. Өте жылдам піседі. Осылай 6 штук коржымызды пісіріп аламыз. Пергамент қағазынан суығаннан кейін ажыратыңыздар. Ыстық кезде ажыратсаңыздар жабысып қалады. Суығаннан кейін осылай оңай әрі тез алынатын болады. Міне 6 коржымды осылай пісіріп алдым. Енді осы корждардың шет-шетін тегістеп кесіп аламыз. Менде осындай кольцо бар. Осы кольцомен 24 диаметрлік формамен кесіп алдым. Сіздерде кольцо болмаса, кеспесеңіздер де болады, бірақ кессеңіздер бір тегіс әдемі болып шығады. Енді тортымызды жинаймыз, ол үшін кремімізді дайындап аламыз. Менде 33%-тік сливки, оған творожный сырымызды қосамыз. Енді осыған сахарный пудрамызды қосып, миксермен жақсылап миксерлейміз. Алдымен ақырын жылдамдықпен жасаймыз. Кейін жылдамдығын көтереміз. Осылай 10-15 минут тоқтаусыз миксерлейміз. Сонда бізде формасын өзгертпейтін, формасын бұзбайтын қою крем пайда болады. Міне осындай крем пайда болды. Енді осы кремімізді тортымызға жағып, тортымызды жинаймыз. Мен кольцоға жинаймын тортты. Сіздерде форма болса, осындай кольцо болса, соған жинасаңыздар болады, немесе кольцосыз да жинай беруге болады. Бірінші астына кішкене крем жағып алдым. Коржымыз жылжып кетпеу үшін. Әр корждың арасына 2-3 ас қасықтан крем салып, қасықтың көмегімен бір тегіс қылып жағып шығасыздар. Міне осылай жағып шығамыз. Әр корждың арасына 2-3 қасықтан салсаңыздар, кремдеріңіз жетеді. Әр кремді жақ болғаннан кейін корждардың үстінен кішкене қолыңыздың көмегімен басып нығыздаңыздар. Арасы қос болып қалмайды. Әрі бір тегіс әдемі болып шығады. Міне корждарымыздың барлығын осылай жинап аламыз. Және жинап болғаннан кейін тоңазытқышқа, яғни холодильникке жарты-бір сағатқа салып қоямыз. Кольцомен істегендер болса, кольцосынан ажыратпай, формасымен бірге салыңыздар. Міне осылай қолыңыздың көмегімен басып жіберсеңіздер жақсы болады.
тоңазытқышта қанша ұзақ тұрса, сонша жақсы кремі сіңіп, әдемі болып шығады торттарыңыз. Сол себепті холодильникте ұзақ сақтағандарыңыз дұрыс. Мен 1 сағатқа салып қойдым. Егер сіздерде мүмкіндік болып жатса, 2-3 сағатқа салып қойсаңыздар да болады. Міне соңғы кожын салып, бетіне жағып жатырмын. Бетіне кішкене крем көптеу салып, қасықтың немесе шпательдің көмегімен бетін жақсылап тегістеп, осылай бетін тегістеп холодильникке салып қойыңыздар. Міне холодильникке салдым. Міне 1 сағат өтті, мен холодильниктен алдым. Енді пышақтың көмегімен осылай шет-шетін ажыратып, кольцомыздан шешеміз. Енді айналасына крем жағып, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша, өз фантазияларыңыз бойынша әсемдесеңіздер болады. Мен осылай сыртын бір тегіс қып тегістеп алып, шет-шетіне шоколад жағып шықтым. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша жақсаңыздар болады. Шоколад жақпай, осылай да холодильникке салып қойып, 2-3 сағаттан кейін алып жей берсеңіздер де болады. Мен енді кішкене сәндеп шықтым, осылай шоколадтың, печеньелердің көмегімен. Егер сіздерде шоколад ештеме болмаса, шоколад сәндеусіз де жесеңіздер болады. Сіздерге ас болсын.